Сәлем достар, біз Sony дегенде бізге әрине Sony PlayStation приставкалары еске түседі, сонымен қоса Sony теледидары, Sony смартфондары, фотоаппараттар, видеокамералар және де кинокомпаниясы еске түседі. Ал сіздер Sony'дің тарихын білесіздер ме? Олар қалай осындай үлкен компания болғанын білмесеңіздер жайғасып отырыңыздар, мен сіздерге көрсететін боламын. Sony корпорациясының негізін қалаушылар жас инженер Акио Морита және тәжірибелі электроник Масару Ибука болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Жапония бастан кешкен барлық қиындықтарға қарамастан, олар 1946 жылы 7 мамырда Токио телекоммуникациялық өнеркәсіптік компаниясын құрды. 1950 жылы Жапонияның алғашқы магнитофонын шығара бастады. Магнитофондардың дыбыс сапасын жақсарту үшін Норио Ога жұмыс істей бастады. 1950 жылдардың басында компания $25,000 Western Electric компаниясынан транзисторларды өндіруге лицензия сатып алды және 1955 жылы өзінің алғашқы радиосы TR-63 шығарды. Бұл жаңалық компанияның жетістігін бастады. Одан әрі транзисторлық телевизор, транзисторлық видеомагнитофон және де ең танымал әуен тыңдайтын құрылғы Крис Pratt көмектесесің бе? Несколько веков назад, когда вас еще не было, изобрели вот это. Устройство с одной простой функцией – играть музыку. Здесь нет тачскрина, никакого стрима. Когда слушаешь кассету, начинаешь сначала и слушаешь до конца. Нельзя миксовать, никакой тебе перемотки, не поставить трек на повтор. Кассету слушаешь, как будто сидишь на концерте. Музыкальное, удобство и комфорт на ходу. И назвали его Walkman, потому что с ним можно гулять, чувак. Sony компаниясы Sony Walkman құрылғысы арқылы әлемді дүркіретті. Бостан-босу Стражи Галактики фильміне қосқан жоқ, оны ностальгия ретінде киноға қосқан. Акио Моритой және Масару Ибукой, осы екеуі Жапон электроникасын нарықта әлем бойынша бірінші орынға қойды. Неудивительно, что полетел. Тут написано «Сделано в Японии». Что ты имеешь в виду? Лучшая электроника делается в Японии. Невероятно. 1980 жылдарда Sony компаниясы медиа нарықты жауап алуға үш нарықты алды. Олар бірінші нарық видеоплеер, әуен тыңдағыш, телевизор, ал екінші нарықты ақпарат тасығыш құрылғылары. Sony түсінді, что магниттік ленталар нето олар шимайланады, тез желінеді. Сол үшін Sony компания Philips компаниясын CD диск ойлап табады. Кейіннен олар DVD диск, Blu-ray дисктер ойлап табады. Үшінші нарық ол медиа контент болатын. Сол үшін Sony компания дыбыс жазатын CBS компаниясын $2 миллиард сатып алады. Кейіннен Beatless Music сатып алып, оны Sony Music деп ауыстырады. Және де әлем бойынша екінші орынға жайғасады, ауқымды дыбыс жазатын компания ретінде. Голливудтық Columbia Pictures кинокомпаниясының акциясын $3,4 миллиард сатып алды. Сонымен қоса Metro Goldwyn Mayer компаниясын сатып алды. Мықты кинолар арқылы әжептәуір ақша жинап түбі Sony Pictures киноиндустриясын құрады. Ол қазір әлем бойынша кино нарықта 4 орында алып тұр. Sony компаниясы тыныш таппай тағы бір нарыққа көзін тікті. Ол әрине ойын приставкалары. 90 жылдары Sega мен Nintendo ойын приставкалары басты нарықты алып жатан болатын. Nintendo нарықты балалар аудиториясы арқылы көш бастап тұрды. Ал Sega'да төбелес қатыгез ойындар үлкен, орта, кіші қолданғышыларға ұсынады. Солардың бірі Mortal Kombat және басқа шутер атыс ойындары. Sony ойын приставка нарығына кірмес бұрын Nintendo компаниясына приставкаларға компьютерлік технологиямен және аудиочиппен ақшаға қамтып отырған. CD дисктер дамып жатқан кезде Sega компаниясы өз приставкаларына CD привод қоса бастаған. Содан Nintendo компаниясы қорқып дереу Sonyға жүгінеді. Содан екі компания бірігіп Nintendo CD диск оқитын приставкасын шығарады. Біраута келесі күндері Nintendo біз ол приставканы Philips компаниямен шығардық деп жариялайды. Бұл деген нағыз сатқындық емес пе сіздер? Қалай ойлайсыздар? Комментке жазыңыздар. Sony компаниясы үшін бұл позор болған. Не үшін көмектестік деп түбі қыздері минусқа кетсе, ал Nintendo артынан пышақ тыққандай тұлғанын. Sony'дің дауыс инженері Кен Кутараки Sony директорына ұсыныс жасаған. Неге біз елге көмектескенше өзіміздің артымыздан ойын приставкасын шығармасқа деп? Солайынан Sony приставкасы нарыққа шықты.
Салдарыңызда алғашқы Sony PlayStation 1 приставкасы. Онда CD привод бар, 32 разрядты процессоры бар, 64 биттік түстік жүйесі болды. Және сол уақыттағы үшті ойындар көп болған және алғашқы 2 күндегі нарықта 2 жылдық ақшалай тираж молынан жауды. 2000 жылдары Sony нарыққа жаңа Monster шығарды. Ол Sony PlayStation 2 приставкасы. Ол мықты қуатты және приставкаларды жаңа деңгейге көтерді. Ол приставка тек ойынды ғана емес, жай ғана кинолар бар дисктерді оқып кино көруге болатын функциясы болған құды бір DVD ойнатқыш секілді. Sony PlayStation 2 приставкасы бүкіл әлем нарығын жауап алды. Адамдар күнде келіп сатып алып жатты, соңғы қалтадағы ақшаға шейін. Ал Sega мен Nintendo таза ұтылды. Sega болса тіпті жабылып қалды, Sega Dreamcast'ты шығарса да. 2004 жылы PSP портативті консоль нарыққа шықты. Ол алдыңғы PlayStation 2 секілді, бірақта смартфон секілді портативті құрылғы. Ол Sony 1-дегі және Sony 2-дегі ойындарды ашып және Wi-Fi модулі арқылы кинолар көруге болады және музыка тыңдауға болатын. Ол өз қуаттылығымен нарықта басқа портативті ойын құрылғылардың жанында премиалды құрылғы ретінде саналған, кез келген баланың қолында бола бермейтіндей қымбат сапалы көрінетін. 2006 жылы PlayStation 3 шықты. Ол қандай қызық әкелді. Олар жаңа жақсы HD сапалы форматтағы картинкалары бар ойындарды ойнауға, онлайн стриминг, онлайн ойын, Blu-ray дискті қабылдау. Приставкадағы жаңа процессор Cell, ол сол кездегі мықты процессор болған, оны IBM компаниясымен бірігіп шығарған. Бірақта бір минусы, ол қисынсыз архитектурасы. Ойындар особо қатты максималды тарпайтын және ойын процесте кейде қататын. Бірақта Sony тығырықтан шығару үшін эксклюзив ойындарын шығаршан тұғын, солайша сол ойындар бұл приставканы нарықта сақтап тұрғызды. Microsoft Xbox приставкасына қарсы PlayStation 3 шығарған кезде өз бағасынан қымбатқа сатылды. Ол әрине сол кездегі басты жеңіліс болатын, ал оның қарсыласы Xbox қымбат бағада сатылған. 2004 жылы нарыққа әйгілі танымал Sony PlayStation 4 шықты. Ол алдыңғы Sony 3-ден әлде қайда күштірек және мықтырақ болды. Ішінде 8 терафлопс ядролық AMD Radeon графикасы бар және архитектурасы разработчиктерге оңай жасалды. Sony 4-ке көптеген эксклюзивтік ойын проекттер шығарылды және әлі күнге шейін шығып келеді. Бұл ойындар графикасын жаңа деңгейге шығарды және әлі күнге шейін ұялмай ойнай беруге болады. Ол ойындар іш пыстырмайды, құды бір кино әлем секілді. Сонымен қатар кейін Sony компаниясы Sony 4 Pro приставкасын шығарды, оған апгрейд жасауға толық мүмкіндігін берген. Ол приставка жай 4-тен қарағанда графикалық тұрғыдан 2 есе мықтырақ жасалған. Ол 4K теледидарлар мен мониторлар тартады және керемет эмоциялық ойын сезімін қалдырады. Sony Pro түрі мен Sony жай 4 ортасында Sony 4 Slim нұсқасы айтпасам болмайды. Оның техникалық сипаттамасы екеуінен кем түспейді және ол өте жұқа нұсқасы болып жасалған. 2020 жылы Sony PlayStation 5 шықты. Ол енді мықтысының мықтысы, ішінде тағы AMD видеокартасы, графикадан тағы 2 есе өсті. SSD жедел жадысы орнатылды, яғни ойындар тез ашылады. Және де PlayStation 4-тің дисктерін ойындарын аша береді. Міне осылайша сіздер Sony компаниясының тарихын толықтай білдіңіздер деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басыңдар, каналға тіркеліңіздер.